Магазиннен емес, үйдің қаймағынан керемет пирогты дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін толық қараңыздар, прям енді сөзсіз тәтті болып шығады. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Видеоны соңына дейін толық қараңыздар. Ең алдымен бізге қамырын дайындайтын боламыз. Қамырына бізге барлық керек заттарды описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Ұнымызды, шекерімізді және де разрыхлитель тестімізді салып, жақсылап қасықпен араластырып алатын боламыз. Жақсылап қасықпен араластырып алғаннан кейін үстіне сары майымызды, үй температурасында тұрған сары майымызды саламыз да, осылай қолымызбен патшақ-патшағын шығарып езіп, крошка дайындайтын боламыз, яғни қамырмен бірге араластыратын боламыз. Міне бізде дайын болғаннан кейін осының үстіне 2 жұмыртқамызды салып жібереміз де, жақсылап қамырды илейтін боламыз. Қамырымыздың массасы дәл осы видеодағыдай осындай жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтындай болу керек. Көріп тұрғандарыңыздай, одан кейін оны бір 15 минутқа қойып қоятын боламыз. Холодильникке салып қойсаңыздар да болады. Яғни біз салмасын дайындайтын боламыз осы кезде. Салмасында бізге үйдің нағыз дамымашына қаймағы керек болады. Себеті осындай сарғыштау болады. Одан кейін үстіне шекерімізді саламыз және үстіне жұмыртқамызды саламыз, яғни 2 жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды салғаннан кейін үстіне аз қасықпен кукурузный крахмалымызды саламыз. Кукурузный крахмалымызды салғаннан кейін жақсылап ең алдымен осылай блендердің көмегімен езіп аламыз да, артынша қасықпен араластыратын боламыз. Дәл осы кезде пештеріңізді қосып қойыңыздар, яғни қызып тұру керек. Алдын ала 180 градус температурада пісіретін боламыз. Одан кейін ары қарай осындай пирогтың ыдысына орналастырып, қамырымызды үстіне салмамызды салатын боламыз. Видеода түсірілмей қалыпты, кешірім сұраймын алдын ала. Міне бізде дайын тұр. Енді кезекте 180 градус температурада 35 минутқа пісіріп аласыз. Әр пеш әртүрлі, сондықтан піскенін қарап тұрасыздар. Міне достар, дайын болды. Дәл осы рецептпен жасап көріңіз, міндетті түрде отбасыларыңызға ұнайтын болады. Әсіресе үлкен кісілерге шаймен өте керемет, нежный, тәтті болып шығады. Сұрақтарыңыз болса комментарияға қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де достар, қысқа арналған салаттардың рецебі менің YouTube каналымда бар, көрсеңіздер болады. Сау болыңыздар, ас болсын. Жасап көріңіздер, жасап атсаңыздар, комментарияға бөлісуді ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.